Американы мұсылман ғалым ашты десем сенемісің? Христофор Колумбтан 500 жыл бұрын ол құрлықтың барын кабинетінде отырып-ақ түсінген бұл қалам балам. Соңына дейін көр. Сонымен бұл Әл-Бируни. Ол 1-ші ғасырдың нағыз мықты ғалымы. Өзбекстан мен Түркменстан шектесетін жердегі елді мекенде туған. Ол 7 тілді меңгеріп, 10 түрлі ғылым саласында еңбек жазған. Бүкіл Еуразия мен Африка жайлы еңбектерді, деректерді жинап, есеп жүргізген нәтижесінде сол замандағы құрлықтар жердің тіпті 2/1 бөлігін алып жатқан жоқ деген шешім шығарған. Қалған бос жердің бәрін тек мұхит суы алып жатса, салмағы жеңіл болушы еді. Демек, жер бір бүйіріне ауып кетуші еді. Сондықтан жердің арғы бетінде кемі тағы бір құрлық бар, және онда адамдар өмір сүреді дейді Әл-Бируни. Кейін ол құрлық Америка болып шығады. Әттең Әл-Бирунидің сөзіне ешкім құлақ аспады. Оның болжамын арыға 455 жыл салып саяхатшы қалу растады. Бірақ ол Америкаға қалай тап болған өзі де түсінбей қалған сияқты. Тарих, ғылым, ғалам туралы қызықты мәліметтерді білгің келсе, бізге жазыл.